орта мектебінің 11-А сынып оқушысы Балтабаева Сара, жетекшісі Тәжібаева Албосын. Тақырыбы: табиғатты пайдалану түрлерінің қоршаған ортаға әсерін бағалау. Мақсаты: табиғатты пайдалану түрлеріне қарай жіктеу, қоршаған ортаға тигізетін әсерін анықтау, табиғи факторларды зерттеу және де табиғи ресурстарды тиімді пайдалану жолдарын ұсыну. Себебі адам әрекетінен пайда болатын антропогендік әсерлер, жерді тиімді пайдалану, шаруашылықтың көбеюі, адам мен табиғат арасындағы тепе-теңдіктің бұзылуы. Салдары: адам денсаулығының нашарлауы, табиғи қорлардың сарқылуы, экономикалық дағдарыстың күшеюі және халықаралық жағдайлардың нашарлауы. Табиғатты пайдалану түрлері негізінен қорғау, қайта бастау және өңдеу, адам өміріндегі табиғи заңдылықтарды қолдану, қалпына келтіру және табиғи жүйелердің экологиялық тепе-теңдігін сақтау. Кіріспе: табиғат өзінің даму заңдылықтарын жақсы біледі. Адам баласы кейде табиғат заңдылықтарын қолға аламыз деп, оларды бұзатынын жақсы біле бермейді. Табиғатты қорғау мен табиғат қорларын тиімді пайдаланудың екі негізгі бағыты бар. Бірінші бағыт — мемлекеттік. Мемлекеттік бағыт тиісті заңдармен әрі үкіметтің қарарларымен анықталса, екінші бағыт — жалпы халықтық. Жалпы халықтық бағыт өзінің тікелей қатысуымен және қоғамдық ұйымдар арқылы іске асырылады. Николай Федорович Ремс 1992 жылы табиғат пайдаланудың мына жолдарын ұсынды: табиғи ресурстарды қайта өңдеу және оларды қорғау және оларды бөліп алу және қайта өңдеуден өткізу. Екіншісі — адамның тіршілік ортасындағы табиғи шарттарды пайдалану және оларды қорғау. Ал үшіншісі — табиғи жүйелерді тепе-теңдігін тиімді өзгерту, қайта қалпына келтіру. Және төртіншісі — адам саны мен адам өнімділігін реттеуден тұрады. Табиғаттың пайдалануы тиімді және тиімсіз болып екіге бөлінеді. Табиғи ресурстардың тиімді пайдаланудың ең басты шарты олардың ақылы болып келуі. Себебі адамдар табиғи ресурстарға күнделікті ақша төлеп тұрмайтын болса, онда адамдар бет алды табиғи ресурстарды шектен тыс пайдаланып, оларды қорғауды ұмытып, уақыт өте келе олардың сарқылатынын байқамай, білмей, бет алды қолданады. Соның нәтижесінде біздің табиғи ресурстарымыз сарқылып, қалпына келмейтіндей болады. Табиғи ресурстардың адам пайдаланатын немесе пайдалануға мүмкін табиғи заттар мен күштері, яғни олардың өндірістік шаруашылық әрекеттерімен тікелей байланыстылығы. Табиғат ресурстарының тиімді пайдалану принциптері мынандай болуы тиіс: толық алу, кешенді өндіру, қайта пайдалану және үнемді пайдалану. Қорытындылай келсек, адамның іс-әрекеттері нәтижесінде кейбір табиғи ресурстар сарқылып, қалпына келмейтіндей болады. Сондықтан біз қазіргі кезден бастап табиғи ресурстарды тиімді пайдалану жолдарын құрып, және оларды шектен тыс пайдаланбауымыз қажет. Сонда біз табиғатқа өз әсерімізді тигіземіз және табиғат болашақта бізге өз көмегін тигізеді.